Короче, мен аэропортқа шығып баратырмын. Кешегі өзімнің міне бірақ бір проблема болып тұр. Короче, өзіміз аэропортқа итак кешігіп жатыр. Кеше Айгүл ұйықтап қалып. Үйіне келдім міне. Үйіне. Телефонымда білмеймін ғой өптігеді. Баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Топкамызды бастадық. Бүгін бастап қалаған жігіттер. Осындай дәрежеге жетіпті, Алла қаласа, бұны сәл көтереміз жоғары. Сонымен осы жерде отдельно топка, жаңа печка бар, теплый полдың заттары бар, осының соның бәрін осы бір жердің ішіне жинаймыз. Өйткені үйге жағаластырғым келіп тұрған жоқ. Анамның кухнясы өзі отдельно болу керек. Сол себепті топканы отдельно жасап жатырмыз. Бүгін келіп осындай жұмыстар жасалды. Енді мен бүгін ары бері кішкене қалада басқа да тірліктермен жүрдім, бірақ осы үйге қатысты тірліктер. Сонымен жүріп қазір келіп жатқан жайым осы. Келсем жігіттер осы топканы қалап жатыр екен. Сол үйіміздің жағдайы қазір осындай болып тұр міне. Енді сіздерге күнделікті көрсетіп жүрмін ғой, не болып жатқанын. Жаңа көп кісілер сұрап жатыр екен, осы тұрысына қанша кетті деп. Енді етіп шамамен жобалайтын болсам, примерно бір 11 миллион теңгедей кетті қазір осы тұрысына. Сол үшін жобалап, егер үй салам деп жүрсеңіздер, есептеп жүре беріңіздер, примерно 11 миллион теңгедей кетеді осы тұрысына. Осындай мыналарға, мысалға үйі бар, крышасы бар, жаңа фундаментің бар, лестницаң бар, террасаң бар, мына жақта топкаң бар. В общем, мына жерде міне қараңыздар, мына жерде септик. Бұл жерде 3 колодец бар, төмен қарай 5 метр бір жарымнан. Одан кейін ар жақта туалетімізді қаздырдық, мына есіктің алдын түргіздім. В общем, жеріңді атқызуың бар. Ацеф, мынау қом бар, топырақ бар, фундаменттің ішін толтырасын. Енді өздеріңіз ойлай беріңіздер, қазір бір хова топырақтың өзі 70 мың теңге. Ойлаңыздар. Енді баға деген сұмдық. Материалдың бағасы көтеріліп жатыр. Әшейін крышаның өзіне біраз ақша кетті бізде. Материалының өзіне біраз ақша кетті. Бұл экономить етіп салынған үй болғандықтан соның өзіне осындай сумма кетіп тұр. Так что үй салам десеңіздер, кішкене қаражаттарыңызды дайындап, есептеп, алдын ала пландарыңызды сызып реттесеңіздер, сонда бәрі дұрыс болады негізі. Енді әр үйдің планировкасы әртүрлі ғой. Мысалға, менікі қазір 10-да 10, менің үйімнің размері, яғни 100 квадрат. Мысалы, 110 квадратқа, 150, 130 квадратқа басқа ақша кетеді. Сол сияқты өздеріңіздің квадраттарыңызға байланысты аласыздар. Мына үйге, міне осы тұрған үйге қазір сондай ақша кетті. Аллаға шүкір, енді әйтеуір өз жөнімен келе жатыр. Топкамызды бітсек, ертең уже Алла қаласа бөлмелердің стяжкасына кірісеміз. Бөлмелердің черновой стяжкасын құйып, одан кейін сантехника, электрикасын тартамыз, сөйтіп барып, таза кәдімгі өзінің полын құямыз да, уже штукатуркаға кірісеміз Алла қаласа. Одан бөлек, есік алдында мына жерде навес болады, анауысы бар, мынауысы бар, ұсақ-түйек нәрселер көп. Сол. Сәттілік бізге, достар. Алла жар болсын.